Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қансонардың құрметті подписчиктары. Қадірлідік байқта. Ал, аңшылыққа келдік. Бисмилля деп. Ерсеге? Елікке. Және доңызға, қабан шошқаға. Екі бүгін біздің мақсатымыз бар, Алла қаласа. Немесе елік, енді негізді елікке, бірақ шошқалар кездесіп жататын болса доңыз. Алла қаласа оны да аламыз. Бастан атамыз, бастан. Екі тазын алып шықтық. Екі қаншық тазы. Сосын Лайка Дюраселді алып шықтық. Таулы жерге келдік міне. Бүгін таулы жерде. Менің видеоларымның ішінде тауда аңшылық жасаған жоқ. Әдейілеп сосын сіздерге таулы жердің аңшылығын көрсетейік деп. Өзімізде негізі көп шыққан емеспіз, бір-екі ақ рет қана. Бізде де ондай тәжірибе жоқ, таулы жерден бұйырғанын көреміз. Бірінші шығып тұрық. Көптен бері видеоға түспедік. Арнайы видеоға түсіп келдік қазір. Айбекті сағынып атқандар көп қой енді. Әдеттегідей мен видеоларым бірге ағамен түскен видеоларда көрмей жатып лайк басамыз. Лайк. Шайларын қойып, кофелерін ішіп көре беріңдер. Қызықты нәрселер болады деп ойлаймын. Мықты видео болады. Сонымен қатар Қырғызстанға, Қарақалпақстан, Өзбекстан, жалын сәлем. Сіздерде қолдау көп. Қырғызстаннан, Қарақалпақстаннан барлық сәлем жолдап атады. Сондықтан сіздерге Алла разы болсын, осындай менің көрермендерім болғанға жалынды сәлем. Қазақтың салт дәстүрін қолдайық. Лайк басамыз. Коммент жазамыз, коммент. Ал, ендеше басталды. Так, бірінші рет түсіріп отырмын. Видеоны бірінші рет. Әні Нұрбол ағам оны қардың етегімен кетіп баратыр. Екеуміз екіге бөлініп алдық. Мен былай жүрмін. Андай жерлермен қардың үстіне шығып баратырмын. Ағам туралы мақтап кетейін. Жоқта міне. Әнемен кетіп баратыр. Так, не айтам. В общем, ағамның арқасында аңшылықты үйрендік. Аңшылықты үйреніп жастайымыздан, в общем, аңшылыққа, балыққа баулады ғой. Соның арқасында біраз жерді көріп отырық. Сол үшін рахмет саған. Жоқта айтылайын да. Айбек анау жерде жүрені. Айбек еліп көрдім, еліп көріп тұрым. Қарап тұр бізге. Қырды қарасын соның етегінде тұр. Мен жақ беттің, сен жақ ой жағында. Олт мені. Ақырын-ақырын жүре береміз, не істейміз енді, амал жоқ. Саған қарай қашу мүмкін. Сен арғы қырға қарай сол шығын қарасай сен. Екеу. Мен сен жаққа қарай тырысуға тырысам қазір. Қырдың үстіне мінем да сосын саған қарай жүрем. Көрем қаш кетпесе, бірақ қашуға дайындалып тұрған сияқты.
сайым жақалап кету керек. Либо аяқпен кету керек. Қалай бұйырар қазір көреміз. Айбек мені көріп тұрсың ба? Осының ойында білмем ерікті иттер қуып кетті, лайка жоқ. Сен жақтың алдына қарай қуып кетті ау деймін. Достар, тамаша аңшылық болып жатыр. Әзірше шөлік көрдім. Мана екі елік көрдім. Ол екі елік мені көріп тұр. Алыстан бір-бірімізді көріп тұрдық. Сонымен мүмкіндік болмады. Мен тауда айналып, жаңағы Айбекке қарай үркітем ғой деп ойлағам. Одан ол Айбекке қарай емес, әрі қарай қашты. Жаңағы лайка қуды. Сосын мыналар алыстан көрді. Шамал жолға дейін барып қуып барып келді енді. Тау қайда кеткен еліктің өзін көрмедім, сол бірақ қуып кетті мыналар. Менен бұрын көріп қалды тауда айналып келатқанда. Одан жаңа қырдың мына аяқ бетіне шыққан кезде ояқта жалғыз елік жүр екен. Оны да қаяққа кеткен білмедім, айналып барам ба деп ойлағам. Мына жел сояққа қарай ұрып тұр да, ол мені бірден сезіп қойды ау деймін. Сонымен айналып бардым, бірақ ол қашып кеткен болып шықты. Өйткені былай да қарадым, былай да жоқ болды. Қазір Айбекті күтіп тұрмын. Мына жерлерді шамал бір аралаймыз, сосын көлікке қарай барамыз. Көлікпенен басқа жерге ауыстырамыз. Мына жердің бәрін аралап тастадық. Бұл жерде көп емес. Шамалы қазір ар жақта басқа тоғайларға барамыз. Сол жерлерде болу керек. Аяз ұрып тұр, таудың үсті суық. Кәдімгі мына сөйлегеннің өзі қиын болып тұр ғой сөйлеуге. Бір сағаттан артық аңшылық жасап тастадық. Әзірсе жаман емес. Жалпы. Ал қайда барамыз Айбек? Тауға болса тауға, бауға болса бауға екен. Сайсаламен жетіп аламыз да жаяу ғой, чисто. Чийлеп кеттім уже, не чийлем ағыл. Аңшылық деген спорт қой, спорт. Ja. Sport. Адам болмаса, еген етесін, етін. Мұра. Байқада аман келттен алатымыз. Мұнда ше. Аквариум сондай қарасақ қойық. Қарсы. Нағыра. Осылар шығарылға қаным аяқ басты қарайды. Кетіп баатыр братан. Тауға шығып. Мен былай кетіп баатым. Табиғат осындай өшім. Достар, қайнап кеттім. Күн ысып кетті. Сағат 11-дің кезі болып қалды. Бір таудың өзіне көтерілгеннен қайнап кеттім. Жеңіл киіну керек еді.
Mana таңертең аяз болды ғой. Содан кейін аяз шығар деп ойлағам. Ой, мә, шаршап кеттім. Мына таудың артын көрсем бе деп ойлап тұрмын, не болатын. Мініп артында не бар екен. Қалай ойлайсың? Bilmiyorum. Hani alt kulübde başlamıyordum. Araba tavuzda alacağım. Қаяқ етегендесін, анау жаңа оң жақтағы тоғайға барайық та, соның ішінде жатқан шығар, кім біледі, шошқа. Достар, күн ысып кетті. Шешініп тастадық кәдімгі, үстіміз астымызды қараңыздар. Шылқып кеткен тауға бір мініп түскенде. Көрдік, шығып көрдік, мүмкіндік жоқ сияқты, елік кездестірген күннің өзінде де ала алмаймыз. Оған мылтығымыз әйкес келмейді. Ондай горный мылтық емес енді, біздегі таулы жерде ататыны. Сонымен осылай жүріп отырамыз қазір таудың маңдарында. Сосын тоғайлар кездескен уақытта машинаны қоямыз, тоғайларды аралаймыз. Бар ма жоқ па, өзен сондай жерлерде болып қалады деген жерлерде ғана жүріп отырамыз. Өйткені мына мысалға бір таудың үстіне мінсек, келесі таудың үстіне мінгенше 1 сағат уақыт кетейін деп тұр. Ал уақыт болса қазір қыстың күні қысқа, қазір қараңғы уатып болады. Сондықтан сіздерге жақсы бір видео түсіру үшін осындай шешімге келіп отырық. Әзірше тамаша, бірақ негізі өзімізге ұнап жатыр. Ал достар, мына жерге келдік, мынаны аралаймыз. Сосын анау жерде тағы бір тоғай көріп тұрық, соны аралаймыз. Қалай бек? Ал бар қазір. Біреуінен шығарамыз ғой, Алла қаласа. Аржақ шетін өтіп кетейін бе? Қасқырма, шақауға кетті. Үстен қырға қарай. Қырға қарай. Оға қарай кетті. Көрдім, қасқыр. Оға қарай кетіп қалды ғой, қайдасың? Айт. Айқа оқып кетіп тұрады. Айт. Қасқыр ғой, қасқыр. Сәл жетпей қалдық. Мына мен инерсиялық қоймын, қараймын, ит бар, бек қоймын, одан кейін ит емес екенін көрдім, шақалма деп қоймын. Ассалаумағалейкум, достар. Ал бүгін аңшылыққа келіп қалдым. Елікке бисмилля деп тазыларды лайканы алып келдім. Нағашыммен жүрмін аңшылықта. Алла қаласа елік алуға тырысамыз бүгін. Сағат таңғы 7. Әлі қар жауған жоқ бізде. Қара жер болып тұр, мынандай. Бұйырғанын көреміз.
болу керек осы жерлерде еліктер. Бірақ қазір аз, бірақ дегенмен бұйырғанын көреміз. Ал, ендеше көп сөйлей беруге болмайды. Бисмилля, ал. Мен жаққа қыр жақ қарай бір қашты. Еліктен. Артқа ма қайқы етті? Қарай кетті, аларай мен кеттім. Қырдың артқа қарай. Бисмилля, Аллаху акбар. Жатам жумай айта бер. Анаусын екеуі екі жаққа кетті. Қайтадан кірейін деп жатыр, тұра тұр. Қайтасың сен? Ортасында жүрмін, ортасында. Арт қарай қайтты, арт қарай қайтадан арт қарай қайтты. Мен де арт қарай қайтамын, екеуі кірді қайтадан. Достар, тамаша аңшылық болып жатыр. Әзірше бір 4-5 елік көрдік. 4-5 елік көрдік, алдыртпай жатыр. Біресе алдан кетіп қалып, біресе арттан кетіп қалып. Бастысы көріп жатыр енді. Азарт тамаша болып жатыр. Қазір ансақта нағашым қырдың үстінде күтіп отыр. Соған қарай қашат деген үміттеміз енді. Мен мына нелерін, тоғайларын ішін аралайым. Соған қарай шығу керек. Ал кеттік, ал. Давай отыр. Айка кіріп кетті, қопарып жүршін. Жүгіріп жүр, иіс алған сияқты. Тоқ бұлтық. Кішкене тамақ ішіп алдық. Қайтадан аңшылыққа кірістік. Мекен жайды ауыстырдық. Басқа жерге келдік. Ана жерден ала алмадық еліктер. Кездестірдік енді, бірақ бұйырмады. Қазір мына маңдарды істеп қалай болатын. Қоян жатыр. Айт. Мен жатыр қоян. Айт. Қарас қоян. Айт. Білмеймін, бір 3-4 бар енді. Біреуін аттым, тимеді ау деймін, алыс болды.
Bismillah, Allahu Akbar. Тазылар қоян қуып кеткен. Келетін уақыты болды. Жоқ әлі. Соған қарағанда алды ойым қоянды. Мен елік шығып қалама деп мына жерде отырым әзірше. Бір орында тыпыр етпей отырсаң, бір-бірінен үркіп, тазылардан үркіп кеп қалатыны болады кейде. Сондықтан күтіп отырмын. Бірақ негізі қоянды ала алмаса келу керектігін қайда? Бірден келу керектігін жоқ. Соған қарағанда қоянды алып тастады ма деп ойлап тұрмын да. 5 минут болды отырғаныма. Қазір барам. Мына жерде қоян алу қиын, сондықтан ала алмайды деп артынан жүрген жоқтығым бір километр. Соған қарағанда алып тастады ау деймін. Достар, кеш батып келатыр. Тамаша. Бүгін аң бұйырмайын деп тұр. Жарты сағат қалды, жарты сағаттан кейін қараңғы батады. Қазір көлікке қарай бара жатырмын. Шаршадым. Арқа, бел, барлығы, аяқ. Таңертеңнен тоқтамай жүріп келе жатырық қой. Аңшылық деген негізі дәстүрлі кәдімгідей жаяу жүріп келген аңшылық. Спорт қой, керемет. Тамаша. Мысалға, осы аңшылық болмаса, мынандай қашықтықта жүрмейсің ғой. Бүгін бір 20-ның үстінде жүріп тастадым ғой. Аяқ бәрі кәдімгідей туылдап келе жатыр. Керемет аңшылық болды. Аң бұйырмады, бірақ аңшылық болғаннан кейін олай әрдайым бұйыра бергеннен кейін ол қызық болмай қалады. Сондықтан осындай арасында бұйырмаған да дұрыс. Сол кезде бұйырған күнде соның қадірін түсінесің да. Керемет. Бастысы аңшылықта аңдарды қырып дейді. Негізі қазақы дәстүрлі аңшылық жаяу жүріп тазылармен тазы жүгіртіп аң алатын болсаң, ондайға аң азаймайды. Қанша аңшы болса да аң азаймайды. Өйткені олар қаншама аңшылықтың 5-тен 1-інде ғана алады десе болады елікті. Мен міне еліккен шерет келдім осымен. Әлі бұйырмай жүр. Бүгін енді бұйырмаса да сіздерге видео болсын деп салайын деп отырмын. Сол барлықтарыңыз қолдап қойыңыздар. Алла қаласа әлі желтоқсанның соңына дейін аңшылық елікке ашық. Бұйырса тағы шығамыз әлі. Бізде қар түскен жоқ. Дала жылы. Мына жұқа киіп жүрмін. Жұқа ішінен бір күрте. Осылай соның өзіне терлік беле жатырмын ғой. Керемет болды бүгін аңшылық. Бұйырса кім біледі. Әлі жарты сағат уақытымыз бар. Бұйырып қалуы мүмкін. Үмітімізді үзбейміз. Ал кеттік, бисмилля, әрмен қарай жалғастырамыз. Сақ отырыңыздар, дайын отырыңыздар. Ай деген кезде бірден лайкты басып жібересіздер. Тауасар қайда? Сен атпай тұр ғой, менен адасып қалды да сен бармай тұр саған. Қалай Жума? Жаяу аңшылық қалай? Тамаша. Сөйлеуге шама жоқ дейсің ғой. Иә. Сәтбаевтан Жездіге дейін барып қайттық. Аяқ өмір екен ғой, аяқты соғыс болып жатқан. 40 шақырымда жүрдік қой, иә? Жүрдік, обязательно жүрдік.
Odan көп болмаса бар. Таңертең 7:30-дан бастап жатып қой, иә. Е-мая. Таңертең 7:30-нан тоқтамай сағат неше қазір? Қараңғы атты. Иә, болып тұр ғой сағат. Болды, демаламыз, жатамыз мына жерде. Ойбай. Алламай, шасағандай. Арқам сықырлап отыр кәдімгідей. Арқаны білмеймін, аяғым тозғанда бар ғой, бір адамда не сияқты. Біреу массаж жасап отқан сияқты ма? Бітті ме? Сен ба, мен ба? 5 минут, 10 минут болса да ұйықтап алсаң, әдемі болып болады. Астына сыз етеді ғой, ұйықтап алған шынында. Иә, жүре берейік. Жақылап. Кеттік. Диди. Ай, молодец, здесь. Ай, молодец, здесь. Өздері алады қазір. Ол ана ескілер ғой. Здесь, чур. Диди, давай, здесь. Здесь, Диди. Давай. Здесь. Кран қамшының ортасына. Haydi. Босса жібермейді ғой қазір. Босса жібермейді ғой. Лайка.
Kayakka qarай ketdi. Міне жатыр екен ғой. Базар жоқ. Мәсе мана ана жерден көкарлан бір кіріп шығып еді. Жалғыз ба? Жатақта жалғыз ана еді. Мен бүйтіп қарадым да, сол кетіп бара жатқанбыз машинаға. Бүйтіп қарап қалсам, что-то бұл да мені көрді ойдым да. Сабақтың машинасы. Базар жоқ. Деу екен, е. Ана түсіндер. Бергеле. Иске мынаны. Ат істеді ма? Ат істесе Анда болыпты. дәу болған. Қайда ана? ана Қайсын? Бір болсы кете бер иттерімді алды. Ал кетті менше. Жіберіп тұрғанда қашайын. Ал ассалаумағалейкум. Аңшылықты бастап кеттік. Кештетіп 1-2 сағат уақытымыз бар. Алла қаласа 1-2 сағат емес 1 сағат уақытымыз бар. Қараңғы батып барады. Тез-тез мына жерлерді аралап өту керек. Қазір ауылға барамыз. Алла қаласа ауылда қонамыз. Ертең таңертең аңшылық жасаймыз. Бүгін 1 сағат жаңа ертерек келгеннен кейін шамалы көрейік деп отырық мына жерлерден. Алла қаласа. Ал, бисмилля. Кеттік. Мен қасында жүр. Жақсы, жақсы.
Bismillah, Allahu Ekber. Kardeş ne bir karışık. Tuğra sağan geletirmedi. Ya Turan'a şu şurada yatkamım, yine şurada oturma. Mağanlar yatsam. Kalan. Biz жақ бетке кетті ма, ар жақ бетінде қалып қойды ма? Анау қырдың басына мініп алу керек қой. Aha. Ha? Gelік. Sözü. Aha. Muhtar zatı var ya. Sözü. Ал аңшылығымызды бастап кеттік. Келесі күн ауылға барып дем алып, қояннан қуырдақ жасап, ін тауып алды ойым, ін. Gel, mene. Mene. Gel tizi. Mene, nerede? Mene. Mene. Демалып отырмын. Біраз жерім шаршап қалып белі ауырып кетті. Көреміз қазір. Мынау өмір келмеген жерде қиын екен. Аралаған еліктер қай жаққа қашатынын да білмейсің, қай жерде жүретінін да білмейсің. Енді бұйырғанына қарай жүріп келе жатыр әйтеуір. Көзіміз түскен жерге көреміз. Қарап тұр, қырдың үстіне шықсай сен, қырдың үстіне жүгір. Мен жаққа қарай шығып қала ма деп күтіп тұрмын ғой сол. Onda da yok. Елікті көрдің Байбек? Yükür kaçtı. Kırar. Көрдім. Dur Serap Sibeli.
Артан не деп жатсыңдар, естімейді. Елік келе жатыр маған. Бисмиллаху акбар. Мен жаққа шығып жатқа. Aldım ilk. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Молодец. Достар, керемет сезім. Енді айтып жеткізу мүмкін емес. Осыменен сіздерге елікке видео түсірем деп жүргеніме бір 3 рет 4 рет келген шығармын аңшылыққа. Мә, алдыртпайды еліктер. Былай да келдім, былай да барып, кәдімгідей мүмкіндік болмай жатыр ғой. Міне жаңада бір елікке кездесті, тигізе алмадым. Білмеймін неге тигіздің. Оқ дарымады ма, оқты түсінбедім. Сол оқ нашар қалды ма деймін, өткеннен бері. Сол дұрыс атып атқан сияқтым, бірақ дарымай тұр. Мына елік енді өзі бұйырғандай болды. Бұл да бір не ғой? Аңшылыққа шыға бір әккіленесің ғой. Осы елік не екен білмеймін, маған келу керек деп ойладым. Айбекке ар жақтан шыққан екі елік. Айбек тигізе алмады. Жазыққа кетіп баратқан көрдім, қашып екеуін. Сосын бер қарай мына төбенің үстімен не артымен өтеді дедім, мына немен. Немесе осы жерден өтеді деп қырға жүгіріп келе жатып, қарап келе жатырмын. Қарасам, біреуі маған қарай келе жатыр екен. Содан тазылар қуып кеткен шамалы, бірақ қайтып кепті, дұрыс көрмеген ғой. Менің жанымда тұр. Көк арланды үркітіп жүретін білдім де, оның желкесіне қысып ұстап тұрдым көк арланды. Ал тауасар ар жағында тұрған. Содан ана елік тура маған келе жатыр. Жанына келген кезде атуға болушы еді, ол келетін еді. Тура келетін еді. Бірақ анау тауасар көріп қалды да, соған қарай жүгіргенін көрдім да, ол уже ана елікті үркітіп жібереді. Содан келдім атуға тура келді. 4 рет аттым, бірақ орында қалмады, соның өзінде бар ғой. Жаралы кетті. 4 рет аттым, сонымен тазылар ұстапты ғой. Айбек келе жатыр әне. Мынау еліктің үлкендігінде шек жоқ енді. Қандай жерден шықты? Қалай шықты? Жатыр ма екен? Тал тұрғы ма? Дәуек тал тұрғы ма? Иә. Сонда жерден шықты. Қарай кетіп бартқам ғой. Саған қарай кетқам мен. Иә. Сосын барасы қытыр қылып қарап тұрғым бүйтін аяқтан фук деп екеуі секіп шықты ше. Мен артқа саған қарай кетқам маған да. Ақа артымнан қашты. Көрдім, спокойно ана жақын жерде ғой. Неше рет Ақа анам неткен жерде. 4 рет аттың иә? 4 рет аттым. Екеуі көздемей аттым, ол последний асықпай бүйтіп көздеп жазыққа қашып баратты ғой. Иә. Өтіп тұрып аттым. Болмады ма? Автоматически біреуіне ғана нетіп алғам, алдында жатқанға ше, артындағы неткен жоқ. Артында жатты жақын жерде, соны атым болатын ғой. Ана бір елікті атып атым қайта. Алсын ба? Прицел нетіп алғам да. Соған қарай.